Мұқият тыңдаңыздар. Не дейсіздер мынаған? Пікір қалдырыңыздар, парақшаға жазылыңыздар. Қостанай облысында жұмысшы адам бір сағаттың ішінде 5 банк 7 кредит рәсімдеген. 5 банк 16,5 миллионға. Сонда банкілер айтады, сен өзің келдің, өзің тіркелдің, өзің келістің деп құжатын көрсетіп жатыр. Біз айтамыз ғой, қалай бір сағаттың ішінде бір адам аяғымен барып, ол үлгермейді ғой. Мүмкін емес қой, 7 кредит. Сосын біз зерттеп бастадық. Қай күні қол қойды? Қандай құжат берді? Айлығын қалай көрсетті? Ол айтады, енді 2 ай бұрын мен сол банкке бардым біреуіне. Маған несие бермей қайтарып жіберді, ақшаң жетпейді деп. Бұрынғы кредиттерім бар деп. Ал енді мына банк оған 5 банк 7 кредит берген. Сосын біз тексеріп бастап едік. Мен бір қызығы. Барлық 5 банк 7 кредитті списаниеге жіберді өз ақшасымен. Себебі өздері ұсталып тұр. Биометрия өтпеген, әр адам биометрия өту үшін банкке өзі бару керек. Өз орнына қол қоюға рұқсат бермеген, келісім шарт банкімен жасамаған, сол себептен ол кредит заңсыз болып шықты. Бірақ біз айтамыз енді АФР-ға, ұлттық банкіге. Осы 5 банк заңды бұзды ғой. Неге списание жасады? Себебі олар заңсыз. Енді ары қарай соларды ұстау керек қой, банкілердің ішіндегі отқан сатқындарды. Оларды ұстамаса болмайды. Тек қана үндемей кредиттің бәрін списание шығарған аз.